Бүгін жұмсақ және өте дәмді болып шығатын пирожкимізді дайындаймыз. Ең алдымен жылы сүтімізді құйып алып, 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық тұрыш, 2 ас қасықтай қант салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Жақсылап араластырып алғаннан кейін қаймақ саламыз. Қаймақ салып, жақсылап араластырып шығамыз. Алдын ала илегіштен ұнымызды өткізіп алып, ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосып шығамыз. Ұнымызды қосып, жұмсақ қамырғып илеп шығамыз. Қалған жарты бөлік ұнымызды қосамыз және де жұмсақ қамыр болғанша илеп шығамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 1-2 сағатқа жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Сәбізіміз бен пиязымызды турап алып, май салып қуырамыз. Картошкамызды пісіріп алып, пюре қылып еземіз. Дәміне қарай тұз салып, қуырылған пиязымыз бен сәбізімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. 2 сағаттан кейін қамырымыз көтерілгеннен кейін қамырымызды алып, бөліктерге бөліп шығамыз. Видеодағындай көрсетілгендей қылып, бөліп, доңғалатып шығамыз. Доңғалақтап алған нандарымызды жұқалап жаямыз. Жұқалап жайып, видеодағындай көрсетілгендей қылып, ортасына салмамызды, картошкамызды салып, пирожкимізді барлығын жасап аламыз. Видео ұнаса лайк басып, жанында ресет жөрмашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Қызып тұрған майымызға пирожкимізді салып, 2 жағын қызартып, қуырып аламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, дәмі керемет болып шығады және де жұмсақ. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.